О. Генридің новелласы. Аударған Ғабит Махмұтұлы Мүсірепов. Тағдыр ұйытқымасы әлде қайдан еріксіз айдап әкеліп табыстырған екі жас суретші қыздың студиясы 3 қабат кірпіш үйдің жоғарғысында еді. Бұл үй көшелері қысқа-қысқа, қисық-қисық шимай-шытырманға айналып кеткен кварталда қаланың шет жағында. Тағы бір таңғаларлығы, жалғыз ұзын көшесі өзін-өзі екі рет кесіп өтеді. Арзанырақ пәтер, солтүстікке қараған терезе іздейтін суретшілер қаланың осы түкпіріне үймелесіпті. Қашанда қарызданбай тұра алмайтын еңбектің адамдары мұндай құмырсқаның илеуінен қарызын жинаушыларға оңайлықпен таптырада бермейді. Қағаз керек, бояу керек, кенеп керек, басы артық ақша жоқ, болып көрген демес. Суретші екі жас қыз, Сьюди мен Джонси, бірі Мэйннен, бірі Калифорниядан келген еді. Арзан бір ресторанда танысқан. Көркем өнерге, көйлек жеңінің жаңа модасына көзқарастары үйлесе кетті де, екеуі бір студияға орналасты. Жан аяспас дос болып кетті. Ол мамыр айының кезеді. Қазір қараша айында өкпеден алар отамалы аурулар көбейіп кетті. Бір күні Джонси да алып ұрды. Кәдімгі күйдіріп жандырып әкететін отамалы. Талдырмаш қана, нәзік жаралған жас қыз қазір темір төсекте жатыр. Тор көзді, голланд терезесінен көрші үйдің кірпіш қабырғасына қарайды да жатады. Басқа жаққа көзін бір аудармайды. Джонсиді емдеуге көздерін қастары жауып кеткен, аузын мұрты жауып кеткен қартаң доктор келіп жүреді. Соңғы бір келгенде доктор термометрді қатты сілкілеп тұрып, жазылып кетуіне 10 ұпайдан 1 ұпайы бар, деді Джонсидің серік қызы, Сьюдиді коридорға алып шығып. 10 ұпайдан 1 ұпай, онда да өзі жазылғысы келсе, тірі қалғысы келсе, ауру адамның өзі өлімге мойын ұсынып, тірліктен үмітін үзе берсе, біз беретін дәрі-дәрмекте түк қасиет қалмайды. Сіздің жас серігіңіз бұл аурудан жазылмаймын деп бір жола мойындап қойған сияқты. Ойында не бар еді өзінің? Ол сырлы бояуларымен Неаполиттің бұғазын жасамақшы еді. Бояулар, бұғаз, сөз емес, қалжырау. Оның жүрегінде ойлауға тұратын бірдеме жоқ па еді деймін. Мысалы еркек. Еркек дейсіз бе? Дегенде Сьюдидің даусы қаттырақ шығып кетті. Еркек те ойлануға тұра ма? Жоқ, доктор, ондай түгі де жоқ. Онда жас бейшара қатты әлсіреген екен. Мен ғылымның уәкілі ретінде қолдан келердің бәрін істеп бағармын. Бірақ өлімге өзі бейімделіп жатқан ауруға берілетін дәрі-дәрмектің жарымы далаға кетеді. Өмірден, осы дүниеден үмітін үзбесе екен. Егер сіз анаған-мынаған қызықтырып, тым болмаса биыл қысқы көйлектің жеңі қандай болар екен деп сұрата алсаңыз, серігіңіздің жазылып кетуіне 5 ұпайдан 1 ұпай ұтысы болар еді. 10 ұпайдан 1 ұпай мен 5 ұпайдан 1 ұпайдың арасы жер мен көктей. Түсіндіңіз ғой? Доктор кеткен соң, Сьюди студияға барып, жапонның қағаз орамалы езіліп кеткенше жылап-жылап алды. Содан соң жеңіл бір әнді ақырын ғана ыңырсып, Джонси жатқан бөлмеге қайтып келді. Қолында сурет салатын тақтасы да бар еді. Джонси бетін терезе жаққа бере жатыр екен. Арықтаған денесі көрпе астынан әрең сезіледі. Ұйықтап жатыр деп қаларлық үнсіз жатыр. Сьюди ысқыруын қойып, алып келген тақтасын жайып, бір журналға басылатын әңгімеге байланысты суреттерін сала бастады. Жас суретшілерді көркем өнердің күрең жолына әкелер сүрлеулер сондай журналдар арқылы өтетіні белгілі ғой. Сьюди де сол сүрлеулердің бірінде жүрген. Сьюди суретін сала отырып, Джонсидің ақырын ғана сыбырлап жатқанын естіді. Әлденені басынан аяғына қарай емес, аяғынан басына қарай санап отыр. 14, 13. Сьюди орнынан атылып тұрып, Джонсидің қасына келді. Көздері ашық, терезеден көрінген әлдемені санап жатыр. 12, деді Джонси аз кідіріп. 11, 10, 9 деп аз ғана тоқталды да 8, 7 деп жұбын жазбай жіберді.
Сьюди де терезеге қарады. Ауру адам санайтындай не бар екенін көргісі келді. Аңырап жатқан сұр аула, 20 қадам жерден көрінген көрші үйдің кірпіш қабырғасы. Көңіл аударып көз тартар басқа еш нәрсе жоқ. Түп тамырлары шірей бастаған, ескірген бүліс жылмауық бунақ-бунақ түкті бұдаларымен кірпіш үйдің қабырғасын белдеулеп жауып алыпты. Күздің суық желі шырмауық бұдаларында қалған жапырақтарын жұлып әкетіп жатыр. Айналайын-ау, неменені санап жатырсың, деді Сьюди. 6, деді Джонси әрең ғана. Енді тез-тез жылына бастады. Бұдан 3 күн бұрын 100-ге жақын еді. Санағанда басың айналатын. Енді оңай саналады. Әне, тағы біреу ұшып түсті. Енді 5-ақ қалды. Ненің 5 дейсің? Жапырақтардың деймін. Ең соңғы жапырақ ұшып түскенде мен де өлемін. Мен мұны 3 күннен бері біліп жатырмын. Оны саған доктор айтпады ма? Мұндай әбестікті бірінші рет естіп тұрмын, деді Сьюди. Шіріген бүлістің жапырақтарымен сенің жазылып кетуіңде қандай байланыс болмақ? Сен жар емес қыз, сол кәрі бүлісті жақсы көруші ме едің? Өйтіп әбестенбей жат. Доктор бүгін ғана сені тез жазылады деді. Тоқтай тұршы, соның өзің қалай айтқанын есіме түсірейін. Бұлай деген екен. 10 ұпай сенікі, 1 ұпай аурудыкі деді. Трамвайда келе жатқан, не болмаса бір жаңа үйдің қасынан өтіп бара жатқан жұрттың өмірлік ұпайы осыдан көп демесің. Сөзді қой, азырақ сорпайш. Ол екі арада Сьюди құрбың бір сурет салып тастасын. Оны редакторға өткізіп жіберіп, ауырдым деп еркелеп жатқан Джонси құрбысына шарап әкелсін, сорпа әкелсін, өзіне шошқаның котлетін алсын. Шарап әкелудің керегі болмас, деді Джонси терезеден көзін алмай жатқан бойы. Әне, тағы бір жапырақ ұшып түсті. Енді 4-ақ қалды. Жоқ, сорпа ішкім келмейді. Ең соңғы жапырақтың ұшып түскенін көргім келеді. Сонда мен де өлемін. Айналайын, Джонси, деді Сьюди еңкейіп. Мен жұмысымды бітіргенше көзіңді ашпауға, терезеге қарамаға уәде етемісің? Мен мына жасап жатқанымды бітіруім керек қой. Әттең, жарық керек. Әйтпесе терезенің шымылдығын түсіріп жіберер едім. Студияға барып аяқтамаймысың? Деп Джонси салқын жауап қайырды. Сенің қасыңда болғым келеді. Бұл бір. Екінші, сені сол шіріген жапырақтарға қаратқым келмейді. Онда суретіңді салып болған соң айтарсың маған. Мен ең соңғы жапырақтың ұшып түскенін көруім керек. Соны ғана күтіп жатырмын. Күтуден жалықтым, ойлаудан жалықтым. Мені бұл өмірден не жібермей жатса, соның бәрінен тезірек құтылғым келеді. Содан соң ана жапырақтарға ұқсап, үзіліп түсіп, төмендеп барып құлағым келеді. Сен азырақ ұйықташы, айналайын. Мен Берманды шақырып әкелуім керек болып отыр. Мен бір алтын іздеуші қаңғыбастың суретін қарап отырып салмақшы едім. Қазір қайтып келемін. Мен келгенше қозғалма, білдің бе? Берман қартта суретші болатын. Бірақ жолы оңғарылмай қойған адам. Жасы 60-тан асқан. Кеудесін жауып кеткен сақал-мұрты ұйқы-тұйқы болып жүреді. Көп ішеді. Ол бір адам таңғаларлық тамаша сурет жасаймын дегелі қашан. Әлі бастағанда жоқ. Бұдан ширек ғасыр бұрын керіп қойған кенебі әлі тап-таза күйінде тұр. Жоқшылықтың темір қолдары алқымынан бір айырылмаса, суретші арманы қайдан орындалсын. Маңдайша жарнама жазып беру сияқты ұсақ түйекпен күнін көреді. Өзі бір ыңғайға оңай көне бермейтін кежір адам. Солай бола тұра екі жас суретші қызға қыздар үшін жанын беруге бар. Сол екі қызы күзетуге қойылғандай маңдайларынан шыбын ұшырмайды. Сьюди Берман қартты не үшін шақыра келгенін айтты. Саған қарап отырып, бір қаңғыбас қазымыр шалдың суретін жасағым келеді, деді. Содан соң Джонсидің соңғы жапырақ ұшып түскенде мен де өлемін деп жатқанын айтты. Өмір байланысынан бір жола күдер үссе, сол соңғы жапырақтай үзіліп түсерін
ұғындағысы келеді. Берман қарт әуелі тас талқан болып ашуланды. Не деген ақымақтық! Күні жеткен күзгі жапырақ үзіліп түссе, балғын жас қызы өле кету керек пе екен? Бармаймын. Сен оны неге сондай сандыраққа жеткіздің деп Сьюдиге ұрса бастады. Джонси әлі үстінде жатыр ғой. Жексұрын шал, күйіп жанып жатқан адам сандырақтамай қайтушы еді. Түсінсеңші, Джонси әлі үстінде жатыр, әлі үстінде. Тентек қарт бірден құлап түсті. Айналайын балапаным-ай, сорлы Джонси-ай, деді шал. Қызарған көздері жасарып кетті. Жүр кеттік. Мұндай өлілер ұясына айналған далада Джонси сияқты аяулы қызға ауруға бола ма екен? Мен анау ойымда жүрген тамаша суретімді жасап болған соң, үшеуміз де кетеміз бұл қаладан. Кетеміз. Алып кетемін екеуіңді, әкетем. Бұлар келгенде Джонси қалғып кеткен екен. Сьюди терезенің шымылдығын түсіріп жіберді де Берманды екінші бөлмеге алып шықты. Бірі қартаң, бірі жас, екі суретші терезенің шырмауық біліске қарады. Тіл қатыспай ұғынысып қарайтындары байқалады. Жалғыз жапырақ, ең соңғы жапырақ үзіліп түскелі бұлғалақтап тұр екен. Суық жел ұйтқи соғып тек қана сол жалғызды жұлып әкеткісі келгендей құтырынды. Қарлы жаңбыр әлі сабалап тұр. Қарт суретші терезеге қарап, қалай болса солай отыра кеткен қалпында қатты да қалды. Қазір ол Микеланджело жасаған Мұсаның суретіне ұқсап кетіпті. Кешкі теңіз толқынындай бұйралана дудыраған ұзын бурыл шаштары мен сақал мұрты ұйқы-тұйқы араласып, шалбар жыртығынан қызарып көрінген тізесіне дейін шұбалып жатыр. Суреткер өз жанының неден қуанғанын, неден қайғырғанын, шошынғаны мен қорыққанын өзі ғана сезінеді. Оған көлденең ой қосудың керегі жоқ. Көркем өнер дүниесі ой мен сезім күйсандықтың тілдеріндей, не болмаса домбыраның пернелеріндей өзара келісім таппаса, есігін бір жола жауып алады. Қалай қақсаң да ол есік ашылмақ емес. Адам жанын орнау-соқтан, опасыздықтан, саудагерліктен, сұрқиялықтан тазарта бере шынайы өнердің өз тілі, өз сөрлеуі бар. Қазір суретші қарттың ой сезімі мен нені қайната бастады. Оны аңғару оңай еместі. Мүмкін бұл жолы үзілгелі тұрған жапырақтай қалтыраған жас қыздың жанын қалай алып қалуды ойлап отырған болар. Мүмкін қарттың өмір бойғы ұлы арманы таңғаларлық тамаша сурет салар сағаты соққалы тұрған шығар. Қарт үн қатпай шығып кетті. Ертең таң ата Сьюди оянып кетсе, Джонсидің бұлдырдатқан көздері терезенің шымылдырғында ояу жатыр екен. Шымылдықты ашшы, далаға қарағым келеді, деді Джонси сыбырлап қана. Сьюди баяу қозғалып барып шымылдықты көтерді де таң қалды. Түні бойы қарлы жаңбыр сабалап, өкпек суық жел ұйтқи соғып тұрса да, шырмауықтың ең соңғы жапырағы әлі ұшып түспеген екен. Сабағына жақын ғана әлі қара көк қол араны тістеріндей іркіс-іркіс жиек ернеуі сарғайып қалтырап әлі тұр. Соңғы жапырақ түні бойы соққан сұрапыл жел мен қарлы жаңбырдан ұшып ақ түскен шығар деп едім. Бүгін ұшып түсетін болғаны да, сонда мен де өлемін, деді Джонси. Өзіңді ойлағың келмесе, мені неге ойламайсың, Джонси, деді Сьюди еңкейіп келіп. Менің күнәм не болар? Джонси жауап қайтармады. Сыр сипаты белгісіз ұзақ сапарға әзірленіп жатқан адамның жаны бұл дүниенің тіршілігіне жатсына бастаған екен. Адаммен де, өмірмен де байланысы үзіліп бітуге айналған. Бұл күнде өтті. Кешкі қас қарайған кезде де жалғыз жапырақ үзіліп түспей тұра берді. Түнге қарай тағы да солтүстіктің суық желі соғып кетті. Қар аралас жаңбырда тоқталған жоқ. Таң атқан соң Джонси тағы да терезені аштырды. Соңғы жапырақ әлі тұр. Джонси жапыраққа ұзақ қарап жатты да Сьюдиді шақырды. Көздері ұшқын атқандай жарқырап. Мен бір оңбайтын қыз екенмін, деді Джонси.
Анау соңғы жапырақ менің сол оңбаған қыз екенімді көзіме көрсетуге ұшып түспей тұрған сияқты. Өлім тілеу деген не деген күнә, не деген бейшаралық. Әкел сорпаңды, судан кейін сүтпен шарап бер. Әуелі айна әкел, айналамды жастықпен қымтап бер. Мен сенің тамақ әзірлегенді көріп отырғым келеді. 1 сағаттан кейін, Сьюди жаным, енді мені бір кезде Неаполитан бұғазын жазып шығарамын. 1 сағаттан кейін, Сьюди жаным, енді мені бір кезде Неаполитан бұғазын жазып шығарамын деп сенемін, деді Джонси. Бүгін екі жақтың ұпайы да бірдей, деді доктор Сьюдиді оңаша шығарып алып. Жақсылап күтсеңіз, жеңіс сіздің жақта. Ертеңіне бір күн ауырып суретші Картберман өз бөлмесінде өліп қалыпты. Денесінде сіреуленіп жабысқан киімдері, кешкі теңіз толқындай бурыл шашы мен сақалы бәрі де көк мұздақ болып қатып қалған. Аяқ киімдері мұздап қатқан, батпаңдаған балшық. Көк ала, сары ала бояулары еденде жайрап жатыр. Фонарын сөндіруге де шамасы келмеген. Қарлы, жаңбырлы, суық түнде далада болғаны да анық. Қарт суретші салармын деп өмір бойы арман еткен ең тамаша суретін соңғы жапырақ ұшып түскен күні жасаған екен. Онысы жалғыз ғана жапырақ. Әлі үзілмей тұрған, қыз жанын алып қалған сол жапырақ еді.